168 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Aqtobe, Kazakhstan. Hanımlar ve mırzaların karşılığınızlar. Dastan Amangel! Opponent fighting out of the red corner. His professional record 18 wins, 2 losses, stands 170 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Astana, Kazakhstan, Sultan Joldaşbek. Мұқиятындаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Саға керектігінің бары. Сенің еркіндігің. Сенің барлашуың. Сенің тарифің. Сенің тура таңдауың. Сенің номер 1 мобильдік операторың. Переходи на О. Ардақ жанкүйерлер, Ақтілеу Әскербайұлы тиісті баста нұсқауларын жасады. Алғашқы раунд Дастан Амангелді, Сұлтан Жолдашбек, найза 49 басты жекпе-жек. Айқасымыз басталды. Дастан Амангелді 8 бұрыштың ортасын иеленді жөн санағандай. Алғашқы секундтардан Сұлтан барынша еркін ойнақтап жүр. Дастанның қимылдары оған қарағанда сақтық көбірек. Сұлтан Жолдашбек бір орында тұрып күтіп алғысы келетіндей. Алғашқы соққы және тағы ұмтылыс. Тамаша! Дастан Амангелді керемет қарсы алды тізесімен Сұлтан Жолдашбекті. Жекпе-жектің қарқыны бірден жанкүйер жұрттың қанын қыздырып қазір енді орында отыра алмайтын күйге жеткендей. Турнирдің атмосферасы да сондай. Дастан алдыңғы қолына көп иегі артатындай. Жақсы және тамаша жеп. Дәлдігі керемет. Дастанның арасында тіпті Сұлтанның тарапынан жауап. Ол қолымен жасаған соққысы дәл тиді. Дастанның удары кішкене қаттылау. Көніп тұрғы денесінен. Сұлтан жепті іске қосты. Дастан оң қолымен нысанасын дәл тапты. Сұлтанның аяқпен бағыттаған соққысы және бірден аяққа өтіп кеткісі келді. Тік тұрып айқасуда Дастан Амангелді. Оған қолайсыз қарсылас. Сұлтан Жолдашбек оны жақсы түсінеді. Қауіптің бетін осылай қайтармаса, екі тарап ешқандай асығудың керек емес екендігін біліп тұр. Дастан Амангелді сенімдірек қимылдап жатқандай. Сандығыға және мына Сұлтан қазір біраз қателікке бой алдырған сәт. Сұлтанның өзі де қателігін түсінген шығар. Ол Дастанның ту сыртына шығып кетуіне мүмкіндік беріп қойды. Екінші аяқты салатын болса, қиындау. Дастанның енді жеңіске деген ұмтылысы алғашқы секундтардан ақ байқалды. Сұлтан Жолдашбек қарсыласының қолын байлап тағы да тіземен соққы. Қараңыздар. Сұлтанның жауап көп тұрген жоқ, бірақ қиян кеске ұрыс. Қысқа қашықтықтағы алма кезек шабуылдар.
көп жағдайда. Дастан. Керемет тайминг, өйткені соққыны көре алуда Дастан Амангелді. Айта керек, Дастанның соққылары өте ауыр. Тағы да еш қиындықсыз Дастан Сұлтанның арқасына қарай өтіп кетті де. Дұрыс жағынан аяғын салу керек те Дастанған жерде. Қолды тиісті орынға қойды. Және бір аяғы әлі өтпеген екен енді. Осы әдісті түйіндеу үшін. Сұлтан Жолдашбек. Талай қысылтаяңнан өткен азамат. Тәжірибесі өте жоғары. Ешқандай асып-сасып жатқан жоқ шынтағымен. Дастанның бір екпінін басып көргісі келгендей. Тағы да тізесі. Қолмен қапталдан шірене тартты. Дастан Амангелді. Соңғы 30 секунд. Сұлтан Жолдашбек мынадай ауыр соққыларды көтере алатындығын көрсетті. Бірақ оның әсері болады ау. Сана уақыттан кейін тағы да қанжардай жарқ еткен соққылар. Ауаны тіліп Сұлтан дәлдігін тапты және хайкик керемет. Қолы орында тұр, Дастанның қолы орында. Бұның алдында Дастанның таймингін атап өткен едік. Орында қалып қойды. Қолы қорғаныста тұрғанымен де бірақ Өткенде өте керемет тартысты жекпе-жек болып жатыр да. Сағынақ енді бірінші раундқа сіз не бермесеңіз мынадай жоғарғы екпінде аса текетіріске толы айқас енді күнде көре берейін шынды керек. Енді айта кету керек, бірінші жартысынан дейін соңғы раундқа дейін енді Дастан, мен айтам, Дастан осы раундты алып кетті. Бұны айта кету керек. Яғни Соққысы да өте ауыр, мықты болып. Ауыр дәл тиген соққыларының санының көптігі және бірінші нөмірмен жұмыс істеуіне байланысты дейсіз. Басымдық бақылауда ұстады сонымен қатар. Әрі тізесімен сәтті шабуылдай алды. Алла. Сұлтан Жолдашбек көп жағдайда осы бірлі жарым тұста аяқпен, алдыңғы қолмен әрі оң қолымен көп жағдайда нәтижелі бола білді. Сұлтан қалай қимылын көрдіңіз бе? Мен дайымын деп шаршаған жоқпын. Екінші раунд басталды. Сұлтан Жолдашбек, Дастан Амангелді. Дастан, алғашқы нәтижелі соққының авторы. Алдыңғы джеб. Тағы да комбинациялық шабуыл. Аяқпен бір соққы, қолмен екі соққы. Бірден Дастан толастап қалып жатқан жоқ. Тіземен де өзінің әртүрлі бұрыштан, әртүрлі деңгейде шабуылдай алатынын көрсетуде. Сөзсіз әмбебап спортшы. Сұлтан Жолдашбектің ұмтылысы сәтсіздеу болды. Тіпті жылдамдық жағынан Дастан Амангелді сәлде болса басымдау көрінеді. Осы тұста тағда қоян қолтық ұрыс мына тұста қысқа қашықтағы Сұлтан Жолдашбек айқасты уақытынан бұрын аяқтап тастағысы келетінін көрсетіп тұр. Кетер емес, нокаутпен ақ түйіндей салғысы келеді. Дастан Амангелді оған көнеме, әрине жоқ. Қауіпті шабуыл, апперкот, көріп тұр Дастан барлығын. Тағы да ұмтылыс. Сұлтан Жолдашбек Дастанның мойнын құшағына алып еді. Бірақ шығып үлгерді.
Еркін күш командасының өкілі қазір бақылаушы позициясында. Осы стратегиялық басымдығын әрі қарай өрістетіп алып кете алады ма? Әрине, қолынан келеді, бірақ Сұлтан Жолдашбектің бір құлағы түрулі өз бұрышына. Партірдегі белдесу. Сұлтан Жолдашбек енді өзінің физикалық төзімділігін паш ету. Расында бұл азамат басынан талай қысылтаяңды өткізген сегіз бұрышта нағыз ысылған, тіс қаққан жауынгер көрсетуде. Тіпті қауіпті бақылауға ие болды. Қазір енді Дастан Амангелді қылқындыру әдісін жүзеге асырып көреме. Оның алдында бірнеше ауыр соққысын дарытты. Жоқ, Дастан орнында. Ешқандай асығыс шешім жасамаңдар дегенде. Дастан Амангелді аяғынан нық тұрды. Екінші раундтағы Сұлтан Жолдашбектің ширақтығын атап өтуіміз керек. Бақылауын күшейтті қазір. Тізе. Екі жауынгердің де тізесі басты қаруы. Басты қаруларының бірі. Жақсы. Сұлтан Жолдашбек өз бақылауын ары қарай жалғастырмақ ниетте болды, бірақ Дастан Амангелді сытылып шыға келді. Екінші раундтың аяқталуына санаулы секундтар қалды. Раунд соңында кім жарқ етеді? Тағы соққы. Қауіпті болды. Оң қолымен қапталдан ұрғаны дәл тиді Сұлтанның. Жақсы. Дастан Амангелді. Қазір Сұлтан Жолдашбектің аяғына жармаса кеткен сәт. Екінші раунд аяқталды. Сағындағы енді мына тұста сөзсіз Сұлтан Жолдашбек бірінші раундқа өз жауап бергендей. Дастан әлде шаршап қалды ма? Аздап. О да бар. Шаршаған. Екінші раундтың бастағанды жақсы бастады ғой. Сосын ортасынан бастап. Мына уже екінші раунд тең деуге бар. Яғни сіздің есебіңіз 1-1. Тіпті мына көп жағдайда Сұлтан Жолдашбек Дастанды бақылауында ұстай отырып өзінің ширақтығын көрсетті. Сонысымен де алып кете білді. Күрес өте күшті алып кетеді көп. Жаңа айтқандай ғой. Көрдіңіз ғой, екеуі де шаршады. Ол да шаршап. Біріншіден кейін солағандай болды. Қазір өзі міне. Және үшінші раунд. Дастан Амангелді. Мен айқасқа дайынмын деп тұр Сұлтан Жолдашбекте. Айқас басталды. Шешуші кезең. Дастанның алғашқы соққысы. Сұлтан Жолдашбек. Соққы өткізіп алды ма? Дастанның оң қолымен жұмсаған жұдырығы санасына дәл тиді. Астынан тұрып келе жатып астынан көтере ұрды Дастан Амангелді. Жеп нокдаун! Және Сұлтан Жолдашбек бұл басымдығын әрі қарай алып кете алады ма?
Дастан Амангелді. Күтуде. Тұрып кете алды. Сұлтан Жолдашбек. Нағыз бір мерген сияқты. Жақсы! Дастанның жауабы. Әсіресе оң қолы қарулы Дастанның. Негізгі жасайтын соққысы осы ғой. Екі тараптың да бірінші раундтағыдай қарқыны жоқ, бірақ әр соққы шешуші болып кетуі ғажап емес. Тағы да Дастанның күтіп алған сәті, Сұлтанның ұмтылсын. Дастан Амангелдінің қарымта әдістері жемісті болды. Бұл бір сәтте екі жауынгерде үлкен дайындықпен келгендігін көрсетті. Сұлтан Жолдашбек. Дастан қолын тұрып кетуге тырысуда қазір Төбе Топкин командасының өкілі. Дастан бақылауынан шығаратын емес қарсыласын. Қылқындыру әдісін жасауды көздеп жүрме. Толыққанды бақылауын логикалық нүктесіне дейін жеткізе алатын болса, онда осындай басымдықты еншілеуді көздеді Дастан Амангелді. Және ерекше бір қылқындыру әдісінің шеті шыққандай, бірақ аяғын айқастырып түйінде алады ма Дастан Амангелді? Ойындағы әдісі жоқ. Сұлтан Жолдашбек әзірге Сұлтанның бет жүзінен қиналудың белгісін көрдік. Бірақ қасқыр мінезді азамат екеуі де. Дастан оңтайлы позицияға шықты енді. Сол қолымен бірнеше нәтижелі соққысын жасап та үлгерді. Мына жерде тактический Дастан контроль қалғаннан кейін жібермеу керек. Бақылау. Күште өзі кетті. Бақылау қалу керек. Осылай тұрса жеңіске жеңеді. Екі аяға айқасты ғой. Енді жазылмайтын болса, онда Сұлтан Жолдашбектің тек қорғанудан басқа шарасы қалмайтын түсінікті. Өйткені позиция өте оңтайлы жаңда. Және Дастан Амангелді бір қолын қарсыластың алқымына салды да қылқындыру әдісін жасап көрді. Жоқ. Екінші, қателеспесем, тіпті үшінші ұмтылысы болуы мүмкін. Тамаша. Қиыннан қиыстырып жол тапқан Сұлтан Жолдашбек тар қапастан шықты әйтеуір. Соңғы секунд, соңғы 30 секунд енді Сұлтан Жолдашбектің жағында сияқты. Сұлтан текке қарап жатқан жоқ, шабуылдауда. Соққының үстіне соққы. Алма кезек дүние. Енді Сұлтан Жолдашбек қарсыласының арқасына қонып алды да ерекше бір әдісі жасап көрдік. Әттең күш қуат жетпейді. Жекпе-жек осымен аяқталды. Ардақ жанкүйерлер. Енді сағында сіздің пікіріңізді тыңдайық. Үш кезеңнің жалпы қорытындысы. Айту керек. Дастан үшінші манағы айтқандай контроль үшінші раундта контроль көбірек. Соңғы енді 1:30 секундта ғой. Кімге солыға берілген уақытта басынан бастап. Яғни бірінші терезесі тең жекпе-жек. Үш раундтың нәтижесі 28-де 29. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Сұлтан
Жолдаш Бек! Ардақ жанкүйерлер, төрешілердің бір